саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі тәрбие сағатымыздың тақырыбы қазақ тілін тұғыры. Мақсаты тілге деген құрмет, тілді дәріптеу, бір-бірімізге құрметпен қарау, қазақ тілін үйренуге бағыттау болып табылады. Қазақ тілі туралы заң 1989 жылы 22 қыркүйекте қабылданды. Содан бастап осы қазақ тілге деген құрметімізді артып, қазақ тілін дәріптеп жүрміз. Ал қазақ тілі біздің мемлекеттік тіліміз болып табылса, орыс тілі ұлтаралық, ағылшын тілі халықаралық қатынастарға арналған тіл болып табылады. Бүгінгі біз осы қазақ тілінің маңыздылығын, келер ұрпаққа деген оның қасиетін білдіру үшін әртүрлі тапсырмалар орындаймыз. Ең бірінші соның ішіндегі мақал-мәтел. Мақал-мәтел білеміз ба қазақ тілінде? Білеміз ба? Иә. Кім қана қазақ тілінде мақал-мәтел айтады? Тіл туралы. Аяжан айта ғой. Ана сүті бой өсер, ана тілі ой өсер. Жақсы. Ерхан? Тіл тасырады, тасымаса башқарады. Жақсы. Іңкәр? Тіл бар жерде ел бар, ел бар жерде жер бар. Толғын айт. Көпсіз күміс, азсыз алтын. Жақсы. Жеті жұртпен біліммен, жеті түрлі іліммен. Жанасыл? Тіл қылыштан өтті. Тіл қылыштан өтті. Жақсы. Тіл туралы білеміз, тілдің маңыздылығын білеміз. Оны біз бір-бірімізбен дәріптеп, тек қана Қазақстанда тұрғандықтан біз қай тілде сөйлейміз? Қазақ тілінде сөйлеу біздің міндетіміз болып табылады. Енді осыған байланысты біз өзіміздің көрінісімізді қойсақ қалай болады балалар? Көрініс қоя аламыз ба? Иә. Қандай көрініс қоямыз? Келіңдерші кәне. Кім көрініс көрсетеді? Hi everyone, I love language. It's an international language. English is cool. Bonjour, je parle français. C'est tout brillant, n'est-ce pas? Привет, я люблю говорить по-русски. На русском все красиво и понятно. Ты нас не примитивсің? Сен де бір тілде сөйлесейші? Мен өзі ана тілінде сөйлейтін келеді. Қазақ тілі ме? Иә, себебі ол менің жүрегімде. Қазақ